Бүгін 15 қараша 2025 жыл. Мен бүгін кестелеген кестелерінен есеп беру есебінде осы видеолар түсіріп жатырмын. Жамбыл облысының 85 жылдығына арнап бітірген бисер кестем. Ұсақ моншақтан, пайеткадан тігілген бисер кестем. Бұл Жамбыл облыстық әкімшілік ғимараты. Одан кейінгі біткен жұмыстым мынау көктем деп атасы да болады. Мынау алма ағашы көктемде гүлдеп тұрған. Сәбиін құшақтаған ана алма ағаштың түбінде көктем кезінде бейнеленген. Бұл да біткен жұмыс. Мынау да біткен жұмыс. Қазақтың ұлттық киімін киген қыздар. Бұл өте ұсақ моншақтармен кестеленген. Мынау да біткен жұмыс. Бұл да ұсақ моншақтармен кестеленген. Қазақтың ұлттық аспабы домбыра бейнеленген. Мынау да біткен жұмыс. Бұл да сәбиін құшағына қысып мейірленіп тұрған ана бейнеленген. Бұл да ұсақ моншақтармен және пайеткамен кестеленген кесте. Сол сияқты тағы да біткен жұмыс. Қорқыт ата. Бұл да ұсақ моншақтармен бейнеленген. Бұл жұмыстардың бәрін размерлері, өлшемдері әртүрлі. Мынау да біткен жұмыс. Бұл павлин. Бұл көбінесе пайеткамен бейнеленген, кестеленген. Сол сияқты бітпей тұрған жұмыстар да бар. Мынау павлинді өлшемі сәл кішілеу, бірақ бұл өте ұсақ моншақтардан кестеленгендіктен әлі күнге дейін бітпей тұр. Осы шамалы бұрышы ғана қалды. Содан кейін мынау павлин өте үлкен размер, 50-де 60 па, 60-та 70 па, сондай өлшемде. Бұл да таза пайеткадан кестеленген. Бұл да бітпей тұр. Өзінің кезегін күтіп тұр. Кезек келген уақытында бітеді деген үміттемін. Осындай жұмыстар. Ал мына жұмыс, бұл да осындай моншақтармен, мына стекляруспен кестеленген. Бұл стекляруспен және ұсақ моншақтармен кестеленген кесте. Бұл да бітпей тұр. Мынау енді көркем кесте. Художественный гладь дейді ғой. Көркем кесте дейм. Мулини жіппен кестеленген кесте. Бұны мен ең алғашқы кестелеген кестем биші қыздар деп аталады. Одан кейінгі кестелеген кестем бұғы. Бұл да біткен жұмыс. Размері 40-та 40 қой. Мынау да біткен жұмыс. Қызғалдақтар, гүлдер. Бұл да көркем кесте. Мулини жіппен кестеленген. Бұл да қызғалдақтар фестиваліне арналып кестеленген кесте. Мынау да біткен жұмыс. Бұл да қызғалдақтар фестиваліне арналып кестеленген жұмыс. Мысық деп аталады. Қызғалдақтардың ортасында жіппен ойнап атқан мысықтың бейнесі бейнеленген. Мынау да кезінде кестеленген кесте. Көркем кесте. Мынау да Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл болған кезде кестеленген кесте. Бұның өлшемі 80-де 1 метр. Бәйтеректің бейнесі бейнеленген. Және сол жылы Азияда спорт ойыны болған. Және одан бөлек мынандай ине шаншығышты кестелеген. Гороскопым бойынша балықпын, сондықтан да балықты бейнелеп кестелеген ине шаншығыш. Мынанда Астана күніне арнап кестелеп бастаған, бірақ уақытында бітіре алмадым. Сонымен бұл да бітпей тұр, өзінің кезегін күтіп тұр. Кезек келген уақытта бітем деген үмітім бар. Ал мынау құрақ болғанмен бір жағынан кесте десек те болады. Көркем тігіспен кестеленген кесте бұл да. Бірінші құрақ құралады, содан кейін бетіне мынандай
көркем кестелермен. Бұл да бітпей тұрған жұмыс. Көркем кестемен толық кестеленіп біткен жоқ. Осылай кестеленген. Бұл өте үлкен жұмыс, 80-де 80 өлшемі. Және сол сияқты тағы келесі кесте, мынау 60-та 60. Осындай қолдан жасалған, өзім жасап алған рамаға кергіш ретінде керіп, кестелеген. Бұл да бітпей тұр. Бірақ бетінде осындай көркем тігіспен кестеленген, құраққа кестеленген осындай пано бұл. Және тағы осындай кесте бар. Бұл макремемен жабдықталған, ілуге арналған көркем тігіс. Бұл да құраққа, құрақтың бетіне осындай көркем тігістермен, бисер моншақтармен кестеленген кесте. Осындай дөңгелек, жан-жағындағы жіптері мынандай макреме ретінде тоқылған. Осындай кесте. Одан бөлек мынау өткенде бітірген кестем. Бұл да пано. Бұл да құрақтың бетіне осындай көркем тігістермен моншақ, түйме, торлар, жемшіктармен кестеленген осындай көркем тігіс кестесі. Тура осындай әдістермен кестеленген мынау жастықша. Жастықша бұл шағын ғана жастықша. Сәндік жастық. Бұнда беті түймелермен осындай әртүрлі ұсақ моншақтар, мынандай түрлі кез келген заттармен көркемделген кесте. Мына түймелер, моншақтар, жастықша болсын. Тура сол әдіспен, көркем тігіспен кестеленген тағы бір жастықша. Мұнда да көркем тігістің әртүрлі әдістері қолданған. Түйме де бар, торлар. Осындай жастықша. Сол сияқты мынау джинсы матаға кестеленген көркем тігісті жастықша, шағын. Сәндік жастықша диванға қойғанға арналған. Осындай жастықшалар. Одан бөлек мынандай дөңгелек джинсы матаға тек қана ақ жіптен көркем тігіспен кестеленген осындай кесте. Бұл да біткен жұмыс. Дайындап қойдым. Кезек келгенде бір керекке жаратармын деп дайындап қойған жұмыс. Мынау да сол сияқты екінші жұмыс. Бұл толық бітпеген. Одан бөлек мынандай шұқыма кілем дейді. Бұрынғы паластың әдісімен кестеленген. Шұқып отырып, өзінің арнайы инесімен кестеленетін бұл түкті кесте деп аталады. Осындай бітпеген жұмыс бұл да.